Ассалаумағалейкум ағайын, мен Рауан Заңзаңғар компаниясынан мына мәселені көтергім келіп отыр да менің. Көбіне соттар болсын, тағы да өзге де құқық қорғау органдары болсын, тіпті коллектор банктердің барлығы да ойлайды адамдарды кредитті алады және әдейі төлемейді деп. Адамдар кредитті алған кезде мен білетін 90-95-99% көлемі адамдар кредитті алып ертең жабамын деп ойлайды. Адал төлеймін, осы кредиттен тыныш отырайыншы деп ойлайды. Бәрі жапқысы келеді кредитті. Бірақ түрлі өмірде қысылтаяң оқиғалар болады, түрлі нәрселер кіріптар болып қалады, тағы да ақша керек болып қалады, немесе ауыр қайғылы оқиғалар болып жатады. Небір нәрсеге былайша айтқанда адамның материалдық қаржылық жағынан жағдайын төмендететін оқиғалар мен жағдайларға душар болып жатады. Соның салдарынан кредиттерді уақытында төлей алмай қарызға кіріп кетіп жатады. Иә, қарызға батып жүрсе де той жасап мәз болып сауық құрып жүретіндер де бар, бірақ мен олар жөнінде емес, шынымен де материалдық жағдайлар нашарлап кетіп ақшаны төлей алмай қалатын адамдарды айтып жүрмін. Олар келіп бізге келген кезде берешекті анықтатып, одан кейін жаңағы график дейміз ғой, кестесін белгілетіп, өздерінің ыңғайларына қарай төлегісі келеді. Бірақ оған банктер де коллекторлар да жағдай жасай бермейді. Бірақ банк туралы заңда мұндай жағдайларды көрсетсе, олар жеңілдіктер жасауы, графиктер жасап беру, жалпы адамға тиімді және ыңғайлы жағдай, берешекті өтеуге жағдай жасауға мүмкіндіктер бар. Бірақ ол мүмкіндіктерді пайдаланбайды. Заңда міндетті қылып қоймаған. Негізі біздің Қазақстан Республикасының банк туралы заңында кредит беретін кезде бірінші кезекте пайыздарды азайту керек, керек емес комиссияларды алып тастау керек, әділ емес комиссияларды, бірақ заңда болып тұр өкінішке орай. Сосын адамдардың белгілі бірнеше жағдайлар, отбасында қайғылы оқиғаларға байланысты, материалдық жағдайын нашарлаған дәлелдейтін негізді дәлелдер болған кезде отсрочка беру дейміз ғой, кейінге қалдыру, пеня, өсімпұлдарды өсіруді тоқтату деген сияқты жеңілдіктерді міндеттеу керек. Яғни белгілі бір процедурасын жасап қойып, процессуалдық әрекеттерді. Белгілі бір жағдай туындады ма, бір бала өмірге келеді деп күтіп отырды ма, 3 бала өмірге келді делік, 2 бала егіз туды делік. Сондай жағдайларда жеңілдіктер жасауды қарастырғызу керек. Одан кейін көп балалы отбасыларына, сосын жастарға заңмен кәдімгідей пайыздарды шектеп тастау керек. Жастарға 9%-ден аспайтын, көп балалы отбасы болатын болса, 6-7, 5-ден асатын болса, онда 20%-ден аспайтын болатын кредиттер деген секілді. Және де көп балалы отбасыларына өсімпұлдар осынша мөлшерден аспайды деп көрсетіп қою керек. Және көп балалы отбасы, жастар, жұмыссыз адамдарға өздігінше жеңілдіктер болу керек. Осындайларды біз заңмен қарастыруымыз керек. Сол кезде банктердің өздерінің де құлағына алтын сырға осындай әрекеттерді өздерің де жүргізе аласыңдар. Ешкім міндеттемей ақ оны. Сол кезде кәдімгідей енді кредит беру жалпы күнә, бірақ дегенмен сіздердің банктер үшін, коллектор үшін менің айтып отырған нәрсем тиімді болады. Кредит алатын адамдардың жағдайы жақсарады, кредит қайтару мүмкіндіктері өседі, керемет болады. Мысалы үшін сіздер аласыздар да келісімшартқа бәрін енгізіп қоясыздар 50% ұстап отыруға деп. Адам ондай жұмыстардан 50% ұстап отыратын болғандықтан күн көре алмайды. Алатын 80 мың теңге, оның 40 мың теңгесін алып 40 мың күн көре алмайды. Сол себепті амал жоқ жұмыстан шығып, бейресми түрде бір жерге тіркеліп, 130 мың, 100 мың теңге алатын жұмыстарды істеп, қашып жүреді. Соған мәжбүрлейсіңдер. Ал егер де сендер банк болсын, коллектор болсын, келісімге келіп, айына 20 мыңнан немесе 30 мыңнан дейтін болсаңдар, олар өзі материалды жағдай жақсарған сайын көп төлеп тастап құтылғысы келеді. Сосын өтірік өсімпұлдарды айтпай, адамдардың отбасына әсер ететін, отбасылық жағдайына әсер ететін әрекеттерді тудырмай, туған туысқандарына, құда жекжаттарына, көршілеріне, таныстарына, жұмыс орнына звондап, адамды моральдық тұрғыдан шаршатпай, және өздеріңізге жау етпей әрекет ететін болсаңыздар, коллекторлар және банктың қызметкерлері, онда сіздердің қарыздарыңыз қайтады. Көбісінің реніші мынада заңсыз звоноктер, анау қарыз, ана адамға, мына адамға, мынау қарыз, биткен, алаяқсың, малаяқсың деп сөйтіп хабарласады. Сіздің құдаңыз осындай дейді, жұмыстан шығару керек дейді. Осының бәрі сіздерге өздеріңіздің борышкерлеріңізді өздеріңізге жау етеді. Ал негізінде сіздер оларға кәдімгі коллекторлық қызмет туралы заңда, банк туралы заңда, дербес серік туралы заңдардың талаптарын орындап, мәдениетті, әдепті болып хабарлассаңыздар, кредит алаға кетпейді, сіздерге қайтып келеді. Бұл бір. Екіншіден, өтірік өсімпұлдарды қоймасаңыздар, адал әрекет, сіздердің тараптарыңыздан адал, сіздер өздеріңіз кредит берген адамдардан адалдықты күтсеңіздер, онда өздеріңіз де адал болыңыздар. Сіздер мыналарды істемеңіздер. Өтірік комиссияларды қоймаңыздар. Қарыздан құтылды деген анықтаманы сіздер азаматтық кодекстің 290 бабына сәйкес беруге міндеттісіздер. Оған ақша алмаңыздар.
қарызы туралы ақпарат беретін кезде оны сатпаңыздар. Содан кейін адам кешіккен кезде, адам кредиттерін кешіктірген кезде жағдай қалай болып жатыр, не болып жатыр деп банк туралы заңда көрсетілген негіздерде бір айдың ішінде хабарласыңыздар. Коллекторға өткізетін болсаңыздар, коллекторға өтейін деп жатыр, соларға дербес деректерін сен осы кредит алған адам туралы мәліметтер саған берейін деп жатырмыз деп айтыңдар, жазбаша айтыңдар. Коллекторға өтсе, осы күннен бастап өтті коллекторға деп хабарлаңыздар. Өсімпұл өспейді деп айтыңыздар. Коллекторлар кім екенін айтыңыздар. Ал коллекторлар, сендер коллекторлық қызмет туралы заңда көрсетілген міндеттерді орындаңыздар. Адалдық керек болатын болса, мәдениетті болыңыздар, әдепті болыңыздар. Сонда көрсетілген коллекторлық қызмет туралы заңда көрсетілген мәліметтерді беріңіздер адамдарға. Алдамаңыздар, хатпен жазыңыздар, дәлелдеңіздер өздеріңіздің құқықтарыңызды. Міне, егер сендер осы әрекеттердің бәрін жасап тұрсаңыздар, онда дұрыс. Сіздер адамдардан осындай әрекеттер жасап тұрып, адамдар сіздердің заңды мүдделерін, құқықтарыңызды бұзып жатса, ақшаны төлемей делік, онда оларға ренжуге болады. Мінекей, енді осы тұста соттарға да айтатыным, соттардың бәрі ойлайды, кредитті алды, мінекей кредитті осылай алды, енді әдейі төлемейді деп. Жоқ, олай емес, бәрінің жағдайы жаман болғандықтан. Сосын одан бөлек жаңа банктер зығырданын қайнатады. Сот мырзалар, сот ханымдар, сот апайлар, сот ағайлар, сіздерге айтатыным мынау. Адамдар жайдан жай банкпен соғысып жүрген жоқ. Өйткені банктың өздері оларды жауына айналдырып жүр. Есін тандырып, мысал үшін банктер мына талаптарды орындамайды. Адам қарызға кіргеннен бастап бір айдың ішінде хабарламайды еш нәрсені. Коллекторға өткен жолда хабарламайды. Адамның өзінің жағдайын көрсетіп, график жасап бер деп айтып тұрғанда, график жасамайды. Сен деп айтады. Сен банк былайша айтқанда шынымен де өзінің ақша табудың механизмі екенін көрсетеді. Ешқандай адамдардың жағдайын түсінбейді. Моральдық тұрғыдан, материалдық тұрғыдан, жалпы қаржылық тұрғыдан. Сенің шаруам жоқ, алатын кезде соны ойламадың ба, сен bitпедің ба деп. Банктердің күні мысалы үшін 2008 жылы быт-шыт болған кезде кімдер құтқарды оны? Әрине мына біз секілді халық құтқарды оларды. Біздің жинақталған ақшадан. Кешегі қырғында не болды? Кеше коронавирустың кезінде тағы да сол халықтың ақшасынан бөлініп жатыр. Бүкіл Қазақстан Республикасында банктердің осы қаржылық жағдайының жақсаруы мына тек қана халықтың арқасында. Егер біз болмағанда сендер де болмайсыңдар. Соны ойласаңдар, 2008 жыл сонда сендер кризис болатын кезде 2008 жылдары не ойладыңдар? Сендер күттіңдер ме? Біз қанша адамның мысалы үшін кетті ғой ақшалары. Альянс банкте делік, ананда делік, мынада делік. Соған неге жауап бермейсіңдер? Сол сияқты мәселелер. Адамдардың сендерді түсінгендей, сендер де біздерді түсінулеріңіз керек. Осыны біз білуіміз керек. Банктер мына халықтың арқасында өмір сүріп отыр. Ең маңыздысы сол. Сендердің алдарыңа келіп отырған әрбір адам сендердің жұмыс берушілерің, сендердің қазыналарың, сендердің қаржыларың. Соны ұғыну керек. Енді білмеймін, сендерде банктерде немесе коллекторда экономистер бар ма, жоқ па. Сендердің осы әрекеттеріңді дұрыс жағынан қараңдар. Соттарға да айтатыным, адамдарды өзіне жаңағындай заң талаптарын өздері орындамай, адамдардың заңды мүдделерін бұза отырып, әрекет жасайтын банктерге адамдар ренжулі, сол себепті оларға ақша төлегісі келмейді. Осы егер банктер өзінің тарапынан заңдарды орындайтын болса, халық та оны орындауға дайын. Банктерде халықтың жағдайын түсінетін болса, халық та банктың жағдайын түсінуге дайын. Біздің халық онсыз да банктың жағдайларын түсініп отыр. Жаңа айтып өткендей, 2008 жылдар кім құтқарды банктерді? Кризисті. Біз халықтың қаржысынан құтқарылды. Осының бәрін соттар ұғына бермейді. Сотта көптеген проблемалар бар. Солардың бәрі ашылады. Өтірік арыздарды бере салады. Дәлел жоқ арыздарды бере салады. Тым дәлелдей алмай жатады. Сонда да соттар өкінішке орай кейде сот шешімдерін шығарып жіберіп жатады. Ал кейбір соттар, Аллаға шүкір, естерін тандырып, арыздарын қайтарып жатыр. Оған да Аллаға шүкір, Алла разы болсын. Сонымен банктер, коллекторлар халықтың жағдайын ойлайтын кезге келдіңдер. Халықтың жағдайын ойлап, халыққа жағдай жасасаңдар, сендердің де жағдайларың жақсарады. Соны естеріңізде ұстаңыздар. Енді қазір күннен күнге сендердің шыбықтары мен заңсыз әрекеттерінің кесірінен коллекторлардың, банктердің, кредит алатын адамдардың, сендердің клиенттердің ауқымы кішірейіп баратыр. Адамдар естерін жинап жатыр. Сендердің дос емес екендерің. Басында күліп, жымиып, мәз болып, әдепті, мәдениетті болып кредитті берген кезде артынан мысық тілеумен немесе крокодилдің көз жасы секілді ертең естерін тандырып, табанына таспа тілетінін түсініп жүр. Сондықтан әрбір адам қазір, менің қуанышыма орай, сендердің бұл әрекеттердің арқасында көп адам кредит алудан өздерін тоқтатып жатыр. Сондықтан күндердің күнінде банктердің бәрі быт-шыт болып, халық өзінің жағдайын жақсы ойланатын, кредит алмайтын күнге жетеміз деп ойлаймын, соған жетеміз деп ойлаймын.
аллаға шүкір қадымдап жаймендеп оған да жетеміз, әуелі Алла. Сонымен ағайын, барынша осы видеоны көп адамға таратайық. Мүмкін кейбір мемлекеттік органда отырған халықтың мүддесін ойлауға тиісті, бірақ ойламай жүрген депутаттардың құлағына шалынып, банктердің тарапынан нақты адамдардың жағдайын ескеретін процессуалдық әрекеттерді жүзеге асыратын механизмдерді заңға енгізерміз. Барынша көп адамға таратайық ағайын.